балам, қалайсың? Апа, айтпақшы, сен жасына шығыпсыз ғой, құтты болсын. Алла разы болсын. Біз шығуын шықтық қой. Бірақ кейінгі жастардың мәселесі қалай болады екен? Біреулері, олар көбісі жалдамалы жұмыс жасайды. Олар не істейді ертең? Олар қазірден бастап өздеріне жеке зейнетақы шотын ашса болады. Солай ма? Иә, оны сізге қазір түсіндіріп беремін. Өз бетінше жұмыс істейтіндер бейнеттің зейнетін көрмей, зейнетақыдан қағылады деген әңгіме жоқ. Кез келген азамат өзінің жеке зейнетақы шотын ашса болады. Мемлекет оның барлығын қарастырып қойған. Ал оның тәртібі қандай, жалпы еліміздегі зейнетақы жүйесінің құрылымын білесіздер ме? Бүгін осы сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Апа, ол былай. Құбылмалы қазіргі нарықтық жағдай әр тиынды түгендеуге мәжбүрлеп отыр. Бізді бүгіннен бастап болашағымыз туралы ойландырып тастады. Осы тұста айта кеткен жөн, Қазақстанның зейнетақы жүйесі даму үстінде. Қап-қап қаражаттың сақталу деңгейі де жетіле түскен. Халықаралық талапқа сай келетін біздің жүйенің көп деңгейлі моделі қалыптасқан. Енді жеке-жеке тоқталсақ, бірінші деңгей бұл базалық және ортақ, яғни еңбек зейнетақысы. Олар мемлекеттік қазынадан төленеді. Біріншісі барлық зейнеткерге еңбек өтіліне немесе айлық табысына қарамастан өмір бойына тағайындалады. Екіншісінде еңбек өтілі ескеріледі, яғни 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі жұмыс тәжірибесі назарға алынады. Бұл ретте қызметтегі мерзімі 6 айдан кем болмау керектігін айта кетейік. Ал жинақтаушы зейнетақы жүйесінде жалақының 10% зейнетақы қорына аударылады. Бұдан басқа жұмыс берушілер зиянды жұмыстармен айналысатын қызметкерлерінің пайдасына өз қаражатынан жалақының 5%-ын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасы ретінде аударуға міндетті. Бұл талап 2014 жылдан бастап күшіне енген. Үшінші деңгей ерікті зейнетақы жарналарына негізделген жинақтаушы жүйе. Үшінші деңгейі ол ерікті зейнетақы жарналары есебінен төленетін төлемдер. Оны 50 жастағы азаматтар мен азаматшалар және де мүгедектер толық алуға құқысы бар. Жарналардан қазіргі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бірінші мүгедектігі бірінші топтарға мерзімсіз белгіленген мүгедектер босатылған, сондай-ақ зейнет жасына толған азаматтар мен азаматшалар толығымен босатылған. Сәлеметсіздер ме? Сіздерде баланы 40 жылдан шығарған қандай заттарыңыз бар? Бізде мысалы мынадай ыдыс бар, ерекше қолдан жасалған. Мұнда балаңыздың есімімен жазып береміз. Бүгінде Гүлденің саудасы қызып тұр. Клиенттерінің қарасы қалың. Жеке кәсіпкер ұлттық оюмен өрнектелген кәдесыйларды жасап нарыққа шығаруда. Бизнес-вумен тек кәсіпті ғана емес, болашақта алатын зейнетақысын да ойлап қояды. Бизнесін бастамай тұрып, мен зейнетақы қорын ашқан болатынмын. Енді қазір жеке кәсіпкерлікпен айналысқандықтан мемлекет міндеттеп қойды. Ол бір шетінен өте жақсы деп ойлаймын. Өйткені болашақта зейнетақысыз қалам деген уайым болмайды менде. Оның үстіне мемлекет деген осы зейнетақылық ақшаға, қаржыға толықтай жауап береді. Расымен зейнетақы қорындағы қаражатқа мемлекеттің өзі жауап береді. Егер инвестициялық кіріс инфляцияның орнын толтырмаса, есеп айырмасы салымшының банк шотына бюджеттен беріледі. Бұл Қазақстанның зейнетақы жүйесі әлемдегі бірегей жүйе екенін көрсетіп отыр. Жеке зейнетақы шотын ашуға кез келген азаматтың құқығы бар. Ол үшін мынадай құжаттар керек болады. Айталық 16 жасқа толмаған жеткіншектерден туу туралы куәлік сұралады. Одан үлкендердің жеке басын куәландыратын құжаты болуы тиіс. Шетелдіктер өздерімен бірге тұрақты ықтияр хатын әкелгені дұрыс. Сөйтіп қажет құжатымен жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтініш жазып, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жергілікті бөлімшесіне тапсырады. Ерікті зейнетақы жарналарының көлемі мен төлеу тәртібі салымшы мен зейнетақы қорының келісімі бойынша белгіленеді. Жарналарын салымшы өз айлық табысынан төлейді және де оны өз атына немесе жеке тұлғалардың атына да аудара алады. Сондай-ақ заңды тұлғалар жеке тұлғалардың пайдасына аударымдар жүргізе алады. Ал Құралай апа ел қатарлы ақшасын алып, немерелерінің қызығын көріп отыр. Зейнетақы манау айтқандай көп емес, бірақ жүріп тұруыма жеткілікті дейді. Естіп жатырмыз, зейнетақы қорындағы қаржы басқа жаққа кетіп жатыр деп. Бірақ енді ол халықтың мүддесіне шешіліп жатса, жақсы ғой. Мысалы, Экспо сияқты халыққа керек емханалар, бірақ осыған мемлекет қадағаласа, ол еселеп қайтатын дүние ғой. Бұның зиянынан пайдасын көріп тұрмыз ғой. Рахмет. Бір сөзбен түйгенде, ұсынылып отырған барлық шаралардың нәтижесінде зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесінің тұрақты дамуына ықпал жасалады. Қариялардың лайықты өмір сүруіне, келешекте қаржы тапшылығына ұшырамауына мүмкіндік беріледі. Әзірге айтарым осы, келесі кездескенше күн жақсы.